жастыққа тауып қарасаңызшы қандай әдемі сіздің көңіл күйіңіз көтеріп тұрады. Әлеуметтанушы Әйгерім Жақыпбек Шымкенттегі қарттар үйіне алма бейнесі бар 165 жастық сыйлады. Бұған әлеуметтік желідегі оқырмандары да қолдау білдірген. Жазда Әйгерім аламан құрақ көрмесінен әсем оюы бар алма пішіндес жастық сатып алады. Сол сәтте қарттар үйінің күңгірт бөлмелері есіне түсіп, осы жастықтар сол жерге шуақ шашып, жылу сыйласа ғой деп армандайды. Бұл идеямен Инстаграмда стористе бөлістім. Достарым қолдай кетті. Мені танымайтын адамдар ақша жіберген кезде мен таңғалдым. Адамдар бұл тақырып әлеуметтік екендігін және ол тақырып төңірегінде ойланатындығын және де жалпы бір адамға, зерттеуші ретінде маған сеніп, сенім артып, өздерінің қаржысымен бөлісіп, осындай бір іс-шараға атсалысатыны қуантты. Оқырмандардан 65 жастыққа жететін қаражат жиналған. 15 жастықты аламан құрақ қауымдастығы сыйлапты, ал қалғанын өз ақшасына алып 165 жастыққа жеткізген. Ол достарымен бірге жастықтарды Алматыдан Шымкентке әкеліп, қарттар үйіндегі ата әжелерге табыстады. Қариялар қуанып, дастархан жайды. Ұйымдастырушылар бұл жай ғана жастық емес, жылу мен үміт беретін сый дейді. Две подушки. Скоро бабушка будет значит. Әйгерім Жақыпбек Қазақстандағы қарттық кезең мәселесін зерттеп жүр. Айтуынша, жылдан жылға жалғыз қалған қарттар саны өсіп жатыр. Қарттар үйінде тұратын қарттардың саны да көбейіп келе жатыр. Болашақта біз ғалым ретінде сондай қарттар үйінің көбеюі мүмкін, және де ол тек мемлекеттік мекемелер емес, ол жеке меншік мекемелер де болуы ықтимал деген болжамдар жасаймыз. Берер күнге қадірлі өшірет, ізет абырай бағдамдет, қызырғана бақ қыл, Әйгерімнің тілеуін Алла берді қабыл.